Сәлем достар, бүгін мен сіздермен жарты сағаттың ішінде тез дайын болатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Достар, видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Өйткені менің келесі видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнға 2 ас қасық қаймағымызды, жұмыртқамызды және де бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тоз және қамыр қопсытқышымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр дайын болған кезде 20 минуттай тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Салмай бірден жасай берсеңіздер де болады, қалауларыңыз. Қамырымызды бөлшектерге бөліп, самсамызды түйіп аламыз. Достар, бұл самсаны кез келген қонақтың алдына тез дайындап қоя берсеңіздер болады. Өте дәмді және ерекше болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Рахмет.